Ал біз жалғастырайық, ары қарай ол үшін ортаға Томирис шақырам. Келіп қой. Томирис, қалың қалай? Бүгін стилің өзгеше? Рахмет үлкен. Ал, үміткермен кездесу болды ма? Иә, болды. Болды. Шақырбайық па? Шақырайық. Келіңіз. Мұхаммед, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Шүкір, Аллаға жақсы бәрі. Өздеріңіз екеуіңіз де стиліңіз ерекше болып тұр. Кездесу болды ма? Болды, иә. Ал, айтып беріңдер. Қалай өтті, қайда өтті, не әңгіме болды, бәрін баяндап беріңдер. Өмірімде музейге барып көрмеппін сөзін. Музейге барырсыңдар ма? Иә, музейге барғанбыз. Шақырған, барып қайтайық деп. Томирис шақырды. Иә, Томирис. Бардық. Қандай музейге барырсыңдар? Аралап жүрміз ғой шын. Бірақ андай искусствоны қайша түсінбейді екенмін да. Бізге видео жіберген екенсіңдер, соны көріп алайық қазір. Иә? Нұрмұхаммедтің іші пісіп жүрген сияқты ғой музейде. Ішіңіз пісіп жүрген сияқты ғой деймін да музейде. Айтып отырмын ғой, түсінбейді екенмін мен. Анау біреудің басы жұлынып жатыр, біреудің қолы жұлынып жатыр, түсінбей қарап жүрмін былай. Томирис ол қалай түсінеді? Музейді жақсы көресің бе? Негізі, енді мен музейға бір-ақ рет барғам. Жоқ, қазақ аруы байқауына қатысқан кезде бір-ақ рет барғам. Одан кейін бармаппын. Мынандай айтады ғой, нужно связывать приятное с полезным дейді ғой. Мен негізі академиядағы сабағым болған, сол музейға барып, осы бір выставка бар, бір аптадай ғана тұратын бір выставка. Соны қарап, соны бір кездесуде сабағын бір көрмесін танап, сол туралы описание. То есть ожидание, реальность деген сияқты, не көріп тұрсын сондай сияқты жазып. Ал басы жұлынып кеткен, не көріп тұрсын? Басы жұлынып кеткен деген сияқты, ол кәдімгідей басы жұлынып кеткен деген емес. Мынандай ғой, көрмелердің көбісі ашаршылық кезіндегі ашаршылық жылдардағы көрініс болып тұр. Көп мынандай болды ғой, Голодомор дейді, қиыншылықтың белгісі. Адамдардың көбісі, сәбилер негізі, сәбилерді жеді ғой, аш кезінде. Тамақ ретінде қолданған болатын сондай уақытта. Сондай көріністер болды да, және сондай көрініс болды. Сонда енді қарап жүргенбіз, аралап 2 этаж ма, 3 этажды жер. Неше уақытта аралап біттіңдер? 2 сағаттай 2 сағаттай болды. 2 сағат? Әңгімемен ба? Былай? Сөйлесіп отырып, басында түсінбедім, кейіннен түсіндірген екен, қызық болды өзіме. Бір зерттеу, ребус сияқты ма сондай екен да өзі. Иә. Содан кейін барып түсіну. Ребус дегендерді шешуді ұнатам да, және де былай бірнеше жерлерін көріп, осындай сияқты деп айтсам, жалғастырып кете берді да өзі. Осындай сияқты, сосын жоқ, осындай сияқты, сосын мына жақта басқа да иностранецтер көп жүрген. Тоже бірнеше секреттер сияқты бізге өзінің тілінде сөйлегенді. Ағылшынша жақсы сөйлесе екен негізі. Жақсы білмеймін, просто аудара аламын да кішкене. Өтірік сөйлеген шығарсың. Ауыз ашылып, Нұрмұхаммед. Айта бер. Сондай, енді басында барып, музейді араладық, одан кейін айтып берсеңіз өзіңіз. Сол музейге бардық, қарадық, қызық болды. Өмірімде ойламаппын. Қарындарын аш кетпеді ме? 2 сағат музейде жүре беріп? Барған жоқсыңдар ма тамақ ішіп? Жоқ, тамақтандық, одан кейін бардық. Соны айтсаңдар ше. Тамақтандық, отырдық. Әңгімелестік, жарасқан сияқты, білмеймін. Ішке тамақ барып, кішкене көңілдерің орнына келіп, бір әңгіме болған шығар. Айтып алады тағы. Енді не әңгімелестіңдер? Томирис қандай қырлары бар екен өзі? Сөйлес көрдім, сөзін ашығы керек. Бір 20 жаста қыз ұқсамайды екен. Қанша жаста қыз ұқсайды? Андай ойлау қабілеті жақсы екен, өте жақсы екен. Қанша жаста ұқсайды ойлау қабілеті? Бір 30 емес енді, бір 25-26 жасқа ұқсайды. Жақсы түсінігі. И сырт кезде сөйлеу манерді барлығы дұрыс та. Адаммен дұрыс тіл табыса алады екен, ойын нақты айта алады екен, сол жақтары, қылықтары ұнады негізі, қатты ұнады. Жалпы ұнады бәрі. Жақсы. Үй іші не деп жатыр айтпақшы? Үй ішін көрді. Енді алдын айттым ғой, мен әке-шешем ондай затқа қарсы емес ешқашан. Мен не жасаймын? Достарың. Соны қабылдайды. Достарым деп особо көп адаммен араласпаймын. Ұната бермеймін көп адамды өзіме жақын тартқанды. Өйткені ондай заман емес қазір, біреумен қатты сөйлесіп, қатты жақын тартқан. Ауыз күйді ма?
күйеді ғой. Бәрімен сөйлесем енді қарым қатынас болады, бірақ досым деп сыр ашып олармен ешқайсымен сөйлеспеймін. Ондай қажет емес, керек емес заманда ондай. Түсінікті. Томирис, өзің шын достарың бар ма? Ау? Құрбыларың? Иә, бар. Енді көп емес, жоқ, аз. Жақын құрбыларым өте аз. Ішінде Диана да бар ма? Диана бар. Түсінікті. Нұрмұхамед жайлы не дейсің өзің жалпы? Кездесу өзің ойыңнан шықты ма? Кездесу я жақсы болды. Негізі кішкене разнообразие қосу үшін айтқан болатын, енді музейға келіңіз деп. Келе аласыз ба, хотя бы кішкене қызық болсын деген сияқты да. Және де енді тамақтанып әңгімелестік. Әңгіме дегенде кішкене ойларымыз бірдей келеді да, вкустарымыз бірдей. Ұнап келе жатыр яғни. Енді бірақ характерларымыз кішкене әртүрлі. Характеріміз сәл нашарлау екен. Қай жағынан, қандай екен? Мен Темп дейді ғой, характер. Мен мінезім сәл ауырлау да. Адамдармен сөйлесуім қиындау. Ауыр болғанда қырсықтық бар ма? Капризный адам мен. Тез ашулану? Жоқ, қатты ашуланбаймын. Анда-санда бір ашуланым, бірақ көп затты ұната бермеймін. Томирис, сенші? Негізі біздің екеуміздің де характерларымыз ауыр, бірақ уже ауыр. Қай жағын ауыр екен, жарнама екен түсіндіріп берсең, иә? Ойланып алыстырмаңыздар. Жарнамадан оралдық, құрметті көрермен, ортада Томирис және Нұрмұхамед екеуінің кездесулері ерекше өтіпті. Мінездеріміз екі түрлі деп жатыр, иә? Енді мен ең біріншіден сәлем жолдағым келіп тұр. Кімге? Қазір айта алайын. Негізі Инстаграм желісіндегі достарыма сәлем айтқым келіп тұр. Және де соның ішінде Санжар деген балапанға ерекше сәлем айтқым келіп тұр. Өйткені мынандай ғой, менің Инстаграм желісіндегі достарым, подписчиктарым екіге бөлінді. Біреулер айтады, саған осы келген үміткерін жақсы елестейді дейді, бір-біріне сай келесіңдер. Біреулер айтады, танимыз дейді, жақсы кісі деген сияқты да. Екіншілері керісінше айтады, саған елеспейді, саған басқа жігіт керек, сондай сияқты да. Және бірақ олардың шешімдері бойынша, және мен айтқан сөздері бойынша, қандай шешім болмасын, біз сені әрқашанда қолдаймыз дейді да. Сол үшін рахмет айтқым келіп тұр. Және де маған кішкене андай ыңғайсыз жағдай болып кетті да, және үміткердің алдында. Өйткені Нұрхан ағамыз жұма күні бір сөз, біреуді ұнатам деп айтты ғой, Нұрхан ағамыз. Соның кесірінен дегенде кішкене ыңғайсыз жағдай болып қалды да. Сен де ойлап жатыр, иә? Иә, мен де ойлап жатыр. Ой болған сонда, сен емес па деп. Иә, соны да сұрағым. Неге өйтіп ойладың? Неге өйтіп ойладың? Ой болды енді, көресің ғой. Именно қарындасың Томирис па деді. Үндемей қалды да. Содан кейін осы емес. Нұрхан не дейді екен, Нұрхан? Кінәлап жатыр. Томириске емес па деп. Менің сезімім ба? Томириске емес па, я жоқ? Жоқ. Жоқ. Міне, жарайды. Енді вот, шынымен де. Жоқ, негізі шынымен де дайрект деген, сообщение деген, даже WhatsApp-тан маған звондайды, айтады, Томирис әпке қалайсыз? Нұрхан аға, сіз жақсы көрмей ма? Бізге айта аласыз ба секрет бойынша дейді. Мен өзім білмеймін. Жоқ, ол мен емес, біз аға және қарындас ретінде ғана сөз болды. Дедім да, енді және де біз бір-біріміздің вкусымыздағы адам емеспіз. Соны айтқым келген, сол кішкене ыңғайсыз болып қалды да үміткердің алдында. Әйтеуір шешіп алдыңдар ғой, иә? Иә, шешіп алды. Шешсеңдер болды. Мынау мінез жағын айтқанда мынандай ғой, просто менің ойым бойынша ер азамат артық сөйлеген қажет емес та. Нақты орнымен айту керек. Ол әйел азаматқа жарасады, көп сөйлеген, орынсыз сөйлесе де, қалай сөйлесе де. Ал ер азамат болса, ол көп сөйлемеу керек, айту керек па? Айтсын ойын, тарс-тарс, жеткізу керек та. Болды, артық сөйлеудің қажеті жоқ ол жерде. Бүйтіп майысып, бүйтіп отыр ол. Ал егер қыз тоқтамай сөйлеп жатса, қалай құтыласыз? Үндемей қою керек болды. Үндемей. Ашу басылады, ол әйел азаматтың ашуланады, сөйтеді, қайтып ашу басылады, келеді, одан кейін еркелетіп жүріп, шешіп аласың. Әйел адам ашуланып жатса, онымен ұрысудың қажеті жоқ. Наоборот, еркелету керек та оны. И соның ситуациясына кіру керек. И бір айтқан тыңдау керек та. И зато өзің 5-6 айтқанын жасатып аласың да. Сол дұрыс. Жақсы ғой. Білесіз бе неге характерім сондай деп айтып жатқаны? Өйткені алдында
мен талаптарым бойынша мен айтқан болатын негізі эфирде осы кісіге прям тікелей айтпадым эфирде айттым мен маған келген үміткер мынандай болу керек мысалы там мысын баса алатын сосын романтик болу керек сондай сияқты да талаптарым бірақ айтты сразу маған келіп айтты да мен романтик емеспін сразу айтамын ондай типа нәрсе негізі күтпе романтик деген емеспін сияқты дегенде романтик болып кетеді ол жағын уайымдама просто есімде да алдында екінші сезонда келген кезде ночонмен де сондай проблема көп болды да маған бүйтіп айтады мен романтик емеспін қандай барым солай қабылда ұнамасам деген сияқты да сол маған сондай нәрселер ұнамайды мен ойымша егер адам деген ұнатып келсе ол мен көңіліме қарап кішкене не істеу керек деген сияқты да ал енді басына кішкене мен мысалы өз жағынан қаратып одан кейін ең соңында уже жаным сен үшін бәрін жасадым бірақ мен ондай емеспін деген сияқты айтса көнетін едім да мысалы ал басына келіп алып сосын андай мен ондай емеспін так что қалай бар сондай бармын деген сияқты да біртүрлі деп ойлаймын түсінікті ақерке негізі шынымен де қош келдіңіз. Негізі шынымен де Томириске романтик жігіттер ұнайтынын жақсы білемін да. Және де Томирис өзі бір ерекшелікті жақсы көреді, тіпті киінгеннің өзі, шаш үлгісінің өзі бір ерекше, әрдайым ерекше болып жүреді. Мен ойлаймын негізінде Томирис сен дәл қазір ол айтпа. Мысалы кеше ғана бірінші рет кездесуге барып тұрсыңдар, саған ұнатып келіп отыр, ал егер де сезімі одан да өрби түссе, ол кезде ол таза романтиканың несін көрсетеді сағанша. Негізі менің де үміткерім келді ғой кеше, сол мен романтикпін деп айтты ғой. И оның романтикаға түсінігі ол маған есік ашқаны, там. Соны ол романтика деп түсінеді екен да. Ол да бір көңіл бөлу ғой. Мен айттым, сен романтика дегенді қалай түсінесіз десем, мен саған есік ашып бергені, машинаға бірінші отырғызғаным, соның барлығы мен үшін романтика дейді да. Негізі жігіттер романтиканы әртүрлі түсінетін сияқты, біздің жігіттер қалай түсінетінін білмеймін. Бірақ сіздің түсінігіңіз бойынша романтика деген ол не? Қызық сұрақ екен. Сыйласу деп ойлаймын мен. Романтика жайлы асыға білмеймін. Сөзін ашы керек, көбінесе жастайымыздан енді тренировкада болдық қой. Қыздармен қарым-қатынас сәл дұрыс емес болды бізде. И ойдың бәрі сол жаққа ауысып кеткен да. И енді ғой былай айтқан кезде келе жатқанымыз. Есіме түсіп жатыр, бүгін Жазира Байырбекова әпкеміз бар. Өзінің бүгінгі парақшасын сап қойыпты. Шетелде дейді, өзінің әйеліне көңіл аударған джентльмен дейді. Ал егер қазақта дейді, дуаланған деп айтады дейді. Сол есіме түсіп кетті да. Сіздер не дейсіздер о жағынан? Романтика дегенде адам бір-бірін жақсы көрсе, бір-бірін сыйласа, түсіністікпен қараса, одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Бір-біріне дұрыс көңіл бөлу керек мысалы. Ал гүл, көйлек, подарка дегендердің барлығы ол болашақта үйленгеннен кейін да. Үйленгенше менің пікірім ол мынау деп айтпаймын. Өзім пікірім үйленгенше ешқандай махаббат жоқ деп ойлаймын мен. Сәл адамда ұнату сезім болады. Ал бірақ үйленгеннен кейін таза махаббат басталады да. Сен ол адамды күнде қас-қабағына қарайсың бір-біріңмен, ұрыспауға тырысасың, сөйлесесің онымен. Ертең балаң пайда болады мысалы. Қас-қабағыңызға сіз ашуланған кезде үндемей қоя салу деген нәрселер бар ма? Ол жағы Алла қаласа өзім түзетіп аламын ғой. Негізі мынандай ғой, романтикаға тек қана сыйлық сыйлау сондай кірмейді негізі. Сөйлегені, еркелеткені, мысалы, сондай болды ғой. Бір жағынан просто кішкене грубый болып келеді да, біздің үміткеріміз енді кішкене. Ер адам ғой енді. Грубый болса да жарасады. Енді бірақ чересчур деп айтсам қалай болады. Енді және де просто мен ойымша мынандай ғой. Ақеркенің үміткері де мысалы, иә? Есікті ашып беруі. Айта кетсем болады. Грубый енді көрініп қалды солайша. Өйткені жұмыстағы адамдармен ешқашан бетіне қарап қалай істеп сөйлесуге болмайды ғой. Расстояние ұстау керек та әрқайсысымен. Бетімен жүрсең бетімен кетеді ол адамдар. Орнымен ұстау керек та. Сол себепті жұмыстағы маған адам хабарласса, ол біз екеуміздің уақытымыз бойынша, ол мен таңертең алып кету керек болған. Алып келу керек болған, ары бері алып жүру керек болған да. Ол соған жасамады да, ұйықтап қалды. Ол айтқан кезде сауатты қарамады да өзіне. И мен ол адамға бетіне күліп қараудың қажет жоқ қой. Айтуым керекпін ғой. Осылай деп. И сол жағы дұрыс емес көрініп қалған сияқты. Және енді бағана мен романтика туралы айтқан едім ғой, енді ол тек қана сыйлық кірмейді, сол романтика сөйлегені және тағы басқа. Просто мен ойымша қазір адам деген жаман қылықтарын қоймаса, ертең қояды деп ойламаймын. Қазір ештеңке көңіл аудармаса, ертең көңілін аударады деп ойламаймын.
сол. Түсінікті. Назерке? Сәлеметсіз бе? сәлеметсіз. Мен айтайын деп едім, жалпы романтиканы шын мәнінде де қыздар да ер азаматтар да әрі түсінігіне қарай түсінеді да. Мысалы, мынандай жұптар болады. Шын мәнінде ер азаматтың уақыты болмайды, көңілі болмайды, бірақ сыйлықтармен өзін жаңағы көңілін толтырып тастаймын деп ойлайды да. Ал шын мәнінде де қыз балаға Павел Воля айтып кеткен, мен түсіндім, әйел адамзаттың жай ғана қасында ғана болу керек екен ғой дейді. Соны сезіне білсе әйел бәріне де көнеді. Ал кейбір ер азаматтар, мен сондай ер азаматтармен араласқам, маған мен үшін романтика. Назерке, кейбірі көбісі әйел азаматтар түсінбейді оны. Иә. Жалға бастайды, неменемен қасымда жүреді, оданша маған сыйлық берсін дейді. Кейбір әйелдер солай. Иә. Ең бағалы Оны сыйлық түсінбейсің уақыт қой әйел негізі. баланың. Сол үшін көбісі ойлайды, ақшаға қарап қалған қыздар сондай бір пікір кетеді, әрине ер азаматтарда. Қыздар соған. Сосын андай ер азаматтар бар екен, Айдай ханым. Мен романтик емеспін, жүрген кезде түкте бермеймін, үйленген кезде бірақ берем. Вдруг ана қызға үйленбей қалам, жай ғана ақшамды құртып аламын ба, не керегі бар деп ойлайды. Сондай да ер азаматтар бар. Мүмкін сондай ой болған шығар, білмеймін. Әркімнің романтигі өзіне дейді да, бірақ ниетпен, жүрекпен сезінеді деп ойлаймын ол нәрсе. Осы сұраққа жауап беріп кетейін Жауап бер. Сұрақ сізге болып тұрған. Енді көбісі ойлайды мысалға, маған біреу жазып жіберіпті, оңтүстіктердің барлығы тек ақшаға жымот деп жазып жіберіпті да. Барлығы? Иә, оңтүстіктер сондай жымот ақшаға деп жазып жіберіпті. Сол күлкім келеді да негізі. Ол адамға бірдеңе сыйлау, негізі ең бағалы сыйлық уақыт қой. Уақытын көңіл бөлсең болады емес пе адамға? Дұрыс. Ол сыйлық не істейді ғой, үйіне жинайды ма, үйтеді ма, бүйтеді ма. Көңілді болады сол момент, бірақ уақыт сияқты болмайды да ол. Ол махаббат, сезім деген ол ақшада, сыйлықта емес, көңіл бөлгенде адамның сезіміне деп ойлаймын мен негізі. Сезімді Келеді өзі, уақыт сыйға келеді. бармаймын дейсің ғой. Уақыт келеді өзі, беретін. Бірақ часто бере берсең де сыйлықты, ол адам да жалығады ғой, сыйлық ала бергеннен. Орнымен беріп тұрған дұрыс деп ойлаймын да. Осы тұста Дәуреннің пікірін білгеліп отыр менге. Өзің не ойлайсың? Үйленгенге дейін, үйленгеннен кейін дегенге. Жоқ, енді үйлену қиын ғой. Бірақ романтика деген нәрсе бар ғой, мен ұғымымда, бірақ басқалардікін білмеймін қандай екенін ол. Қандай? Жалпы уақытта ғана емес, және ақшада ғана емес романтика деген. Сөз саптауда болады, көзқараста болады. Әйелге деген, мысалы, қызға деген өзіңнің бір инстинкт болады жігіттерде ше, мысалы, бір сөз айтатын кезде, мысалы, просто жан дегеннің орнына оны басқашалай айту, мысалы. Мысалы, мен постоянно Баянға прикол ұстаймын ғой, енді былайынан. Сен егер Жапан даладағы жалғыз ағаш болсаң, мен сені орманындай көрем деп айтам да, мысалы. Сөйтіп прикол ұстаймын да, ол сөздің өзінде, мысалы, сен қандай болсаң да, сен мен үшін үлкенсің деген мағынаны білдіреді да. Сол үшін ол жай ғана бір, мысалы, уақытын бөлдім, осы романтика, или ақшалай бір сыйлық подарить еттім, ол романтика, или бір затты сатып алып бердім, ол романтика дейтін болсақ, реально айтайын ба, гүл 7 күнге жетпей солып қалады. Затты аласың, 3 күнге жетпей ұмытылып қалады. Уақытыңды бөлесің, ол бір күн сапасын жоғалтады да, өзінің качествосын жоғалтқан кезде адам жалығады одан да. Ол просто шынын айтқан кезде көп нәрсе тілден келеді, романтикаға келген кезде тілден келеді. Әйел заты қалай сен өзіңе баурайсың, қалай оны тартып аласың, немесе ұрысқан кезде қалай оны грамотно просто отшивать етіп тастайсың деген сияқты. Соның бәрі романтика ғой негізі. Просто сөз саптауға келген кезде адам өзіне абай болып, әдемі сөйлесе, әйелді көндіру оп-оңай. Міне осы романтика. Ғана? Дұрыс айтады. Иә? Қайсыларың айтасыңдар? Назира? Айдай ханым қыздарды көбінесе жыланға теңеп атады ғой, жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады деп. Сол сияқты әйел адам құлақпен жақсы көреді көбінесе. Кім Томирис осыған дейін алғашқы келген үміткері кім еді? Ерлікпен постоянно келген сайын гүл шоқтарымен, үлкен медвежонок беріп, сондай отношенияға кішкене үйреніп қалды ғой. Сол себептен кішкене романтика сізден жетіспей жатқан шығар. Ол тек қана гүлде деп ойламаймын мәселе. Жылы-жылы сөйлесеңіз болады. Өйткені Томирис ешқашан ғашық болып көрмегенсің, иә сен? Мен естуім, білуімше, иә. Сол себептен барлығы жігіттің қолында, сіздің қолыңызда, жылы-жылы сөйлеп, жүрегін жібітіп аласыз деген ойдамын. Біз де сөйтіп ойлаймыз, Ләззат? Жігіт сондайға ұқсайды. Баян деп айтты ғой, Баянды сағынып отырмын негізі бар ғой. Отырсың ба? Бүгін Баян келмей қалды енді, иә? Иә, Баян сізді сағынады екенсің, қанша ұрыс сияқты. Жаңа романтика дегенде менің ойым былай, өзім ойымша сөзбен романтика және іспен романтика деп ойлаймын да.
кейбір қыздар кішкене аңқау болады да, жігіттердің ештеңесі іспен жасамаса да тілмен ғана жаңағы ақшаны құлағына іліп, оны өзіне 100% қаратып ала алады да. Ал егер ақылды қыз болса, оның барлық сөзіне сеніп, 100% қалай айтсам, сенбейді деп ойлаймын. Іспен де романтика жасау керек. Кейбір жігіттер мысалға болады, телефонмен ақсындыра салады да қыздарды, жаңағы әдемі сөйлеп, тілі кішкене ұзындау бір жігіттер болады ғой. Ал іспен жақсы сияқты менің ойымша. Кішкене паркке болсын қыдырып, мысалға не только ол подаркада, паркке болсын, таза ауаға шығып келейік деп, одан кейін жаңағы анаң жағдай қалай деп, анасын сұрап мысалға, иә. Содан кейін бір жерге мысалға баратын болса, көлігі болмаса да, мен сені бірге апарып тастайын, жүр автобуспен деп. Бұрында біз пәтерде бір қыздармен тұрғам, сол кезде соның жігіті солай жасайтын. Азанда ерте келеді, автобуспен екеуі бірге жұмысын апарып тастайды, кешке жұмысына барып автобуспен қайтады да. Соның өзінде бір жылу да ол. Романтика дейсің ғой. Иә, былай ақшасы жоқ, бірақ кәдімгі солай қорған болады. Жылы киініп жүрсің ба деп, мысалға аяқ киім алған кезде де мысалы бірге барып жылы аяқ киім таңдасып деген сияқты да ол. Ал кейбір жігіттер болады, тек қана тілмен былай жаңағыдай алдай береді да қыздарда. Ол қызға да байланысты, кішкене аңқау қыздар болса, тілмен-ақ сөйлейтін жігіттерге сеніп қалады және сынып қалады дейді да. Кейін барып оны ойлап жатады. Ал вот іспен де барлығын былай қалай бір деңгейде ұстап отыру керек деп ойлаймын. Және қызға үлкен құрметпен қарау керек, өзінің анасына сияқты. Солай мен ойым. Бағана қатысушылардың пікіріне қалай қарайсың? Үйленгенге дейін романтика болмайды, үйленгеннен кейін ғана романтика басталады дегенге. Ол өте қате, менің ойымша. Үйленгеннен кейін романтик болам деген өтірік сияқты менің ойымша. Ол жай ғана жалған сөз. Романтик жігіт өз көрініп тұрады ғой. Мысалға мен бұл жерде романтик жігітке Дәуренді және Нұрханды жатқызам. Харизмалары бар және қызға деген құрметтері, подходтары табады да, мықты да. Әсіресе Нұрханды айта аламын. Нұрханға дейсің? Иә, Нұрханды айта аламын. Өте бір қызға бір ауыр сөз сөйлеп, жүрегіне қаяу түсіріп қалам ба деп көңіліне қарап тұрады. Әрбір сөзін абайлап сөйлейді. Оның өзі бір үлкен құрмет және сыйластық деп ойлаймын. Мақтап жатыр сен. Қалай көрсетіп жүрсің романтик екенін қыздарға? Ләззаттың екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Жалпы негізі романтика деген негізі дайындалатын нәрсе емес. Романтика деген бір дайындалып осыны істеймін дейтін нәрсе емес, бәрі аяқ астынан болатын нәрсе. Негізі айтып келмейді дейсің ғой. Иә, мысалы мен романтикаға ең жоғары деңгей романтиканы деп санайтын өзім, адам жоқ жерде бір коланы алып, бір екі самсан алып жеп отырған от романтика. Шынымен. Ол себебі қалай айтсам болады, кейбір қыздар бар да 101 гүл алып үйреніп қалады да соған. Одан кейін уже самсаға менсінбей қояды. Сол үшін самсадан бастау керек жайлап. Өзің әнші жігітсің ғой, студенттік кезде. Серенада айту дегендер болды ма бір? Иә, болды. Общагының, жатақхананың алдында. Мысалға, мен дос балам бір қызға ғашық бола ма? Сол десе, баяғыдан бері сол қызмет атқарып келем де. Досы ғашық болады, соған өлең ардап берем. Иә, соған мен барып жүрем постоянно. Бүкіл 5, 6, 7 жатақхананың алдында. Өзің жеке арнамадың ба өлең айтып? Мен арнап көрмеппін. Шынымен де. Жақын арада арнап қалатын шығарсың, е? Құдай бұйыртса. Иә, бұйыртса. Өркен, өзің қаймақпен, неше түрлі ірімшікпен, романтика болып жүрсің өзің Наргизбен? Тұнып тұрған романтикамын ғой мен. Күшті ғой. Барам, романтика болам, қайтам. Сен үшін романтика деген не? Шын романтика деген жаңағы. Бір-бірімізге сөйлесіп, бір-бірімізді түсініп деген сияқты. Бір-біріміздің айтқанымыздан шығып, сен ол мені қолдап, мен оны қолдап, сенікі дұрыс екен деп. Соңыңыз романтика ма? Иә, екеуміз бақыттымыз, деп кетіп бара жатып жолда деген сияқты, машинаның ішінде әңгімелесіп отырып. Иә, сенікі дұрыс екен, сен көзге қарасың дұрыс екен деп. Иә, сенің айтқаның да дұрыс екен деп. Екеуміздің бір ойымыз бір жерден шықты деп. Бір жерден шықпай қалса ше десейсіңдер. Ұрысып қоясың содан кейін. Иә, сенікі дұрыс екен дейді. Қайтадан романтика боламын десейші. Түсінікті, рахмет. Сара ханым. Енді бағанан бері балалар неше түрлі әрқайсысы өздерінің пікірлерін айтып жатыр ғой. Менің ойымша романтика деген ол адамның ерекшелену іс-әрекеті.
Кешегі Томиристің жігітпен барып кездесіп келгені тоже романтикаға жатады. Ол қыздың тарабынан романтика. Бұл жерде жігіт қана романтик болу керек деген пікір дұрыс емес. Әйел адам да, қыз бала да романтик болу керек. Мен өзім кезінде суббота күні кешке таман кәдімгідей сервировка стол жасап кезінде әдемі бір дәмді тамақ пісіріп жолдасымды жұмыстан күтіп алатын кездерім болатын. Ол әр суббота кешке таман болатын. Соныңыз Ал енді мына романтика. қар жауған күні жолдасым таң атпастан тұрып медеуге барып, әдемі бір жерге Сара, мен сені жақсы көремін деп қарға жазып, сағат 8-дерде мен оянғанда, суббота күні болсын, жана қай кезде қар жауады, сол күні таңертең мен жұмысқа бармайтын, балалар садикке бармайтын, мектепке бармайтын, ол жұмысқа бармайтын. Бәріміз тауға кететінбіз. Балалар кішкентай кезде. Балалар енді мектепте оқып жүргенде, балалар кішірек кезде. И соның өзі де романтика жатады. Қазір мен қар жауса, сол кез әлі күнге шейін көз алдымда. Сағынасыз ба сол жерде? И, конечно, сағынасыз. Ана тауға шыққанда күндің шығып қарға түскен шағылысқан мына үлпілдеген ақ қарлар сондай бір әдемі көрініс береді тауда. И сондағы жазу Сара, мен сені жақсы көрем деген леп белгісімен жазылған сөз, оның өзі де керемет әдемі романтика. Керемет. Міне осындай романтик болу керек адам өмірде. Ол Ол кезде ерекшелік неше деп дедіңіздер? аталынады. Неше жыл бұрын? Ау, Неше жыл бұрын болған? 12 жыл бұрын ғой. 12 жыл. Аха. Ұзақ та емес екен. Ұзақ. Одан кейін романтиканы көрген жоқпыз. Айза. Рахмет. Негізінде қыздардың тарапынан айтқым келеді, романтика деген қыздардың понятиясымен не, мысалға деген жігітіне аяқ астынан жұмысына барып, обед апарып беру қыздар үшін романтика деп білемін да. Мысалға, не обязательно, чтобы не только имеется в виду жігіт қызға емес, және де қыз да өз тарапынан бір жігітіне вниманиясын, романтикасын, сезімін солай білдіруге болады. Және де таңғы, мысалға там күйеуім, мысалға болашақта күйеуім жұмысқа баратын алдында сен деген ұйқыңды қиып, таңғы 5-те болсын, 4-те болсын тұрып, обедке ішетін тамағын, сумкасын салып беретін өзі бір романтика ғой. Сол үшін да қыздар тоже умеют быть романтичными дегенде ғой. Мен түсінгенім романтика деген сөз қамқор. Иә? Иә. Қамқорлықтың өзі романтика. Шынымен де, иә, тамағыңды іштің ба, шайыңды іштің ба, тоңып қалмадың ба дегенде сол Енді біздің мына ортада отқан Нұрмұхамед пен Томириске бірден жаурап қалмадың ба деген ондай неге келген жоқ қой әлі? Қарам қатынысқа. Жоқ, енді түсініп тұрмын ғой. Жалпылама айтып отқандарын біліп тұрмын, иә, түсініп тұрмын. қыздардың тарапынан. Жоқ, дәл қазір сәтке келетін болсақ. Енді қатысушылардың барлығын ойларын тыңдап отырмын ғой. Кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда, иә? Қазір бізде жарнамадан оралайық, сосын кейін айтамыз, алыстамаңыздар. Жарнамадан оралдық. Ал Томирис Нұрхан, қазір бір айтпақшы, құрметті көрермен, бізден кейін сағат 18:00-де НТК арнасында ревью бағдарламасы болады. Аңдатпасын көріп өтейік. Дариға Бадықова қойған райдерге Нұрлан Қоянбаевтың бағынбағаны рас па? Сол қойғанға мән бермейтіндер бар ғой, қазақбайшылыққа салып кетеді. Бұдан бұлай Баянның шәкірті емес келінімін. Продюсердің жиенімен көңіл жарастырған Жарқынай қос мақсат қызына қалай сәлем салады. Экс-кешілік Балжан Бидаштың тойы не үшін кейінге шегерілді? Барлық жақсылық алда, қазір кішкене демалыс үстіндеміз. Осылай аңдатпасымен таныс болыңыздар, жібермемаңыздар. Ал, сонымен Томирис? Манал бер жаңа айта алмай қалдым ғой реклама кезінде. Иә? Барлығының қатысушылардың айтып отқан ойы сол ғой. Уақыт, көңіл, бір-бірін сыйластық. Дұрыс айтасыз. Дұрыс. Ақырке? Бір нәрсеге көңіл толмайсақ ма сияқты? Жоқ, өте дұрыс айтады. Шынымен де қамқорлық, соның барлығы романтикаға жатады. Бірақтан бір айта кеткен сөзі, махаббат деген ол жоқ, үйленгенге дейін ол жоқ дегені қыздың көңіліне шынымен кәдімгідей кетеді ғой. Себебі әрбір қыз өзінің жігіті оны шын жүректен жақсы көргенін қалайды, оған бауыр басқанын қалайды, махаббатын білдіргенін қалайды да. Ал мен ойлаймын, махаббат деген ол үйленгенге дейін болу керек. Себебі үйленгеннен кейін ешкімде гарантия жоқ.
болмайды дейсің ғой махаббат. Иә, үйленгеннен кейін ол ешкімде гарантия жоқ, шынымен де ғашық болып қаламын ау деп, мысалы, өткен жолы да үміткеріміз келді, Назираға айтты, мен бірінші үйленген кезде махаббат болмады, сондықтан да ажырастым деп. Негізі бізде осы жерде көп үміткерлер болды, көп қатысушылар болды. Барлығын айтатын сол, шын ғашық болып үйленбедім, махаббатсыз үйлендім, сондықтан да ажырасып кеттім деген сияқты. Мен ойлаймын, әрбір ер азамат өзінің қызын таңдар кезде шын ғашық болып және өзінің әйеліне, болашақ жарына, мен сені шын жақсы көріп алдым деп айтса, соның өзі керемет романтика. Және де ол Томириске де жақсы әсер ететін еді, егер де я мен нағыз ғашықтыққа сенемін, мен ойлаймын, ғашық боламын, сондықтан сені аламын деген сияқты нәрсе. Енді дәл қазір оған әрине ерте, бірақ ғашықтыққа мен сенемін деп айтса ер азамат, ол әдемі естілетін еді, қыздың көз алдында және құлағына да майдай жағатын еді. Мен ойымша деп айттым, ол бүкілде қатысы жоқ, ол менің ойымда дедім да. Келісесіз бе жалпы Ақеркенің ойымен? Әр адамның өзінің ой өзінде ғой. Негізі мен Еркенің қорықпайсыз ба, кейін мәселен сіз айтып жатырсыз, қазір махаббат жоқ, кейін үйленгеннен ол пайда болады деп бір сеніммен айтып тұрсыз да. Ал егер де сіз қазірде махаббат жоқ, кейін де махаббат болмай қалса ше? Неге болмайды махаббат? Ол махаббатты әр адам әртүрлі түсінеді ғой. Ол қолдан жасап алатын нәрсе емес қой. Былай да, мен түсінігім бойынша, үйге келесің да, допустим, үйге келесің. Әйелің отыр. Күнде өзің бір-бірің сырыңды айтасың. Адам ол махаббат бір көргеннен махаббат болып бір-бірін жақсы көріп қалу деген ол миллиардтың біреуінде шығар адамда. Ал көбінесе махаббат ол адамда бір-бірімен сөйлескеннен кейін бауырмашылдық болады. Бір-біріне бауыр басады, одан кейін барып махаббат пайда болады ғой одан. Сіз қателесесіз. Негізі қазір махаббат болмаса, одан кейін болады деп ойламаймын. Және де ол болмайтын нәрсе, болмайтын дүние. Өйткені үйленгеннен кейін махаббат емес, тек қана привязанность және сыйластық болып қалып қалады. Болды. Махаббат деген басында 3 жыл болды, кетіп қалады. Томирistің пікірі осындай. Олжас, не айтасың? Тақырып неге романтика деген тақырыпқа қоса кететін. Мынау романтикаға жата ма? Мен 2013 жылдар Айдай ханым. Әскерден келгеніме 1 жыл болған кездер ғой. 1,5 жыл болған кез есімде. Бір қызды ұнатып қалдым да. Қатты кәдімде жүрген жоқ, ұнатып қалдым кәдімгідей. Ғашық болдым деп айттым. Может, сондай білмеймін, түсінбеймін не жағдай. Қатты көрінбеді. Сөзбен түсіндіріп айта алмайсыз. Иә, сондай бір зат болды. 8 март как раз. Енді кішкене көңілін не істегім келеді ғой бүйтіп. Сосын ерекше бірдеңе істейін деп жаңағыдай АГП дейді ғой андай подъемник. Иә. Сондай жалдап 6000 теңгеге жалдадым соны. Бір көтеру үшін. Ана қыз 4-ші этажда тұрады. Сосын жаңа 21 штук гүлім бар, соны алып жаңағыдай немен көтеремін ғой, жаңа немен кинодан көріп алғам ғой. Көтеріп 4-ші этаждан терезесін соғып жаңа. Занавескің ар жағынан Ерлан деген ағасы ашады ғой. Анау районда жүріп қалатын жігіт еді да, аяғы дірілдеп жаңағыдай. Енді астына қарасаң 4-ші этаж шанш жоқ қой, болды ғой. Содан кейін терезені не істеп жүрсің дейді ғой маған. Қолда гүл түсініп тұр ғой енді. Мен сасқаннан жаңағыдай шақырып жібересің бе, ассалаумағалейкум дір-дір еді. Ана ұялғаннан шақырып келді, қызға гүлді бердім, қыз күледі да, сосын еще бұлданады ғой маған. Не деп? Мынандай қылып дайындалғаннан кейін 101-ін алып келмедің ба деп. Сосын мен бар ғой, содан кейін романтика сол күні қайтыс болып кетті мен үшін. Соны айтқым келіп отқаны ғой, жүрегім жараладың сен, сен романтиканы өлтірген менің жүрегімді. Ол нағыз романтика. Қайтпа. Кейбір қыздар бағалайды, кейбір қыздар бағаламайды. Соны айтқым келген, сол негізі романтика деген ол адам өзі білмей қалады екен, романтик па, романтик емес па, ол аяқ астыда қатты неге жақсы көрген адам ол. Олжас, саған егер қызың сезім болса, ол сенің 101 гүлің бар ма, 1 гүліңмен келесің ба, санамайды сенің гүлің. Жоқ, 3 гүл, маған кел бұлданады да, 101-ін алып келмедің ба деп, ала бермей ма соның демек. Ал Дианаға бастадың ба романтиканы? Бұйырса басталады сол, мен жайлап не қылып келе жатырмын андай болып. Кәдімгідей біздер күшті кездесулер жиі болып жүр бізде. Кіріп келе жатыр ма романтика? Иә. Тірісің болмайды. Бір қызға бола қайтқаның болмайды. Мен сенемін, жалпы айтам да. Жоқ, дегенмен сен кінәлісің, сол қызға айтып жатқаным ғой жаңа. Бекер істедің соны. Иә, болмайды ғой 21 101 гүл дегеніз. Соны айтамын. Ал Сымбат көтеріп отырсың ба қолыңды? Жарайды, Ләззат. Жаңа Ақерке ренжіп жатыр ғой жігітке махаббат болмайды деп. Мүмкін бұл жігіт былай да енді жақсы көрмеймін деп айта береді ғой, бірақ қыз қылықты болып өзіне бір тартса, бір изюминкалар болса, Томирис қылықты қыз ғой, өзі ақ білмей қалады қалай жақсы көріп қалған. Сол үшін бұл жігіт енді кішкене көрініп тұр мінезі қырсық жігіт екенін да, бірақ Томиристің айтқан дұрыс, махаббат болады, кейін отбасы құрғаннан кейін ол сыйластыққа, құрметке жалғасып кетеді, иә, ұласып кетеді. Және бір өтінішім бар, Томиристе мысалға қанша үміткерлер келіп жатыр, сыйлықтарын береді ғой, сол кезде сенің былай түріңде бір жылулық, бір күліп
сыйластық құрметті түрмен көрсете алмайсың да, ішіңде көрсететін шығарсың, бірақ бүйтіп суық амандасасың, суық сыйлықты аласың, кішкене сол қалай айтсам, бізге түсініксіз эмоцияңды көрсетсең деп ойлаймын да. Күліп алып, күліп амандасып, күліп сыйлықты алсаң, иә. Сол нәрсе саған жетіспейді. Және саған сұрағым, мысалға сен оқуың бар ғой, оқуың бар, одан кейін жұмыстарың бар, продюсерлік, иә, мысалға қалауымға келіп жатсың. Жалпы, шыныңды айтшы, қандай қиындықтар болып жатыр, мысалы, оқуыңа барғанда мұғалімдерің бар, группаластарың бар деген сияқты саған бір әсер етіп жатыр ма сабағыңда? Негізі білмеймін, осы туралы сөйлесуге бола ма, болмай ма енді. Негізі мынандай ғой, қалауымға адамдардың көбісі қарсы ғой, енді. Дегенмен бірақ біз мынандай ұятсыз нәрсе істеп жатқан жоқпыз, кәдімгідей жаман нәрсе істеп жатқан жоқпыз. Керісінше қалауым деген көмектесіп жатыр адамдардың көбісіне, қанша қолдау жасап дегенімен. Сабақ жағынан кішкене проблемалар болды басында, бірінші аптада. Кәдімгідей, өйткені мен сабағым таңертеңнен примерно кешке дейін де болады да сабақтарым, кейбір сабақтарым. Бірақ мен оны қазір кішкене ақылдасып, мұғалімдермен тіл табысып, қолдау оларды... Мәселе шешілді, иә? Мәселе шешілді, оларды қолдау көрсетіп жатыр. Керемет. Осы жерде айта кетсем болады. Негізі ол кісі өзінің жеке мәселесі емес па? Оны публично айтуына қажет жоқ қой негізі. Орынды сұрақ емес деп ойлаймын негізі, жалпы. Жарайды. Томирис, қалай енді жалпы? Ары қарай жігіт қалай? Қатысушылары біраз махаббат жайлы, романтика жайлы. Сол соңғы сөзімді айта салайыншы осы. Романтика дейді ғой, мысалы, махаббат дейді, мысалы, ешқандай болмайды дейді да. Мысалы, егер шынымен сезім болмаса, айттым ғой, ұнату болмаса, мен мұнда келмейтін едім ғой. Дұрыс. Мен бүкіл аяқ басып, шешім қабылдап келіп отырмын да, мысалы. Менде жұмысым, мысалға, көптеген қазақстандықтармен жұмыс жасауда, айттым ғой, мысалға, ол өнерге қатысы жоқ. Ол кісілер де мені көріп жатыр да қазір. Соның барлығынан көз жұмып келіп отқан, оның өзі де бір романтика деп ойлаймын да, мысалға. Әрине. Және де ол махаббаттың өзін іс-әрекетпен дәлелдеу керек. Одан кейін бір зат айта кетейін де, мен халық дұрыс ойламай қалмасын, мен жайлы. Кеше кімнің Томиристің историясынан қарағам ғой, осы үміткер құрт алып келсін деген еш. Құрт алып келген ғой сол. Беле қояйын деп. Міне романтика. Құрт жейсің. Ал Томирис. Бағанағы қатысушылардың бір сөзіне қосылып, бір ой айтып кетейін, иә? Ежелгі гректің математигі Архимедтің өзі. Махаббат күнделікті дәлелдеуді талап ететін теория деп айтқан, иә? Сондықтан махаббат белгілі бір ғасыр, жыл өмір сүреді деген ойды аулақ болыңдар. Өйткені махаббат күнделікті өмір сүреді, барлығымызда өмір сүреді. Және де қастарыңдағы жақын адамдарыңа, жұптарыңа, сүйіктілеріңе үнемі сол махаббаттарың бар екенін дәлелдеп жүріңдер, иә? Сонда ғана махаббат болады. Қандай, Архимед қалай айтқан? Негізі сіздің сөзіңіз дұрыс, өйткені мынандай ғой, біз бәріміз адамбыз ғой, және адам деген әрқашанда подтверждение қалайды ғой, мындай. Қалай болсын, іспен болсын, сөзбен болсын, солай. Және де енді Нұрмұхамед ісімен дәлелдеп отыр енді. Иә. Сен қалай шешім қабылдайсың? Былай шығар, мен де бір жетіспейтін жерлерім бар шығар. Мысалы, кемшіліксіз адам болмайды. Кемшіліктерім бар шығар. Мен может түсінбейтін шығармын. Бұндай жағдайда бір-біріне түсіндіріп, түсініспен қарап, білген затты үйреніп, білмегенді үйренген дұрыс деп. Екі жас қосылған кезде екеуі екі тәрбиемен өседі. Сол үшін жанұя құрған деген оңай емес деген сол. Сол. Үйлену оңай, үй болу қиын деген сондықтан айтады. Екі түрлі адам екі түрлі тәрбие көреді, және бір отбасын құруға тырысады. Бұл жерде үлкен мәселелер пайда болады. Ал Томирис, жауабыңды күтеміз. Таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма? Мен қалай айтарымды білмей тұрмын да. Жігіт романтик емеспін деп, романтик екенін көрсетіп отыр. Негіз романтик емес дегенде романтик болып келеді, Томирис. Бір қысылма, айта бер. Сен қалауың, сен талғамың ғой. Одан ештеңе не қылмайды. Сен дұрыс, бұл жерде келген бәрі әр қазақтың қызы бақытты болған дұрыс қой. Мысалы, бұл кісінің өзінің талғамы бар шығар. Ол нақты айтқан дұрыс та, ол ойланып мен көңілге алып қалады деп даже ойламай ақ қой ол жағын. Біз ер адамбыз,
көтереміз ондай затты. Ойында не бар, бетке айтып үйрен да сол затты. Міне Азамат. Ойында бар ма? Айт соны. Ұстама, мана айттым ғой. Ол келіп алып, былай бүйтіп, жай майысып, керек емес та ондай. Айту керек, осылай. Ренжімейді одан адам. Көңілі қалмайды. Томирис? Дос болып қалайық. Жарайды. Мүмкін табиғатымыз сай келмей қалған шығар. Рахмет сізге, бақытты болыңыз. Сізге лайықты сәттілік тілеймін. Жақсы қабыл.